Бір адамның өмір сүруге деген құлшынысы кеміп, бүкіл жолы жабылып, түңілердей болады. Өзін ешкімге керек еместей сезінгеннен өткен азап бар ма? Үйдегі жылтыраған заттың бәрін сатып жіберген. Содан күнделікті нан суын тауып іше алмайтындай төменге түсіп, шың басынан шыңырау құзға құлдырап, түпте мас күйінде бұлдырап жатқанда көзіне кереует астындағы ескі қобдиша түсті. Әй, мынау менің бір кездегі қобдишам емес пе? Осының ішінде не бар екен? Сатуға тұратын бір зат табылса жақсы, деп жорғалап барып, кереует астына қол созып, шаң басып, мың қабат сүмелекпен баттасқан көне қобдишаны суырып алып, ішін ақтара бастады. Жөнде ештеңе шықпады. Қисық шеге, сабы жоқ балға, кәкір шүкір. Тек қынабында жатып тот басқан пышақ қана назарын аудара берді. Мынаны тазартып, қайрап алсам, сонда бір жартылыққа жететіндей пұл шығатын шығар, деп таттана жүзі көрінбей қалған кездікті жеңіне сүртті. Одан қайрақ іздеді. Қобдишаның түбінен сынық қайрақ тауып алды. Пышақты соған қайрады. Одан сыртқа шығып құммен тазалады. Есігінің алдындағы тасқа жаныды. Қайтадан қайраққа салды. Біраз терін төкті. Әбден таттанып, пышақ екені білінбей қала жаздаған дүниенің пішіне де шыға бастады. Не керек? Өзі де бұрынғы бесаспап шебер емес пе? Пышақты татынан арылтқанша біраз күн қайрады. Жүзі жарқырап, өзі сондай үшкір, жүзі қылпылдап тұрған өткір пышаққа айланған күні өз ісіне көңілі толған бейбақ. Енді ұсқының кірді. Сені сатып алатын адам табылатынына сенімдімін. Мынадай өткір пышаққа бір шөлмек емес, бір жәшік арақ алатын шығармын, деп ойлады. Ол сөйтіп тұрғанда көршісі жетіп келді. Көрші, сенің мал соятын өнерің бар еді ғой. Құрбан айт кезі бір үлкен сиыр әкелгенмін. Соятын қасапшы таппай отырмын. Көмектесіп жіберсеңші. Мә, қолыңда керемет кезік тұр ғой. Біздің үйде не көп, пышақ көп, бірақ мынадай алмас емес, деп мұны қояр да қоймастан ауласына апарды. Аз уақыттың ішінде секті сойып мүшелеп берді. Көршісінен алғыс алды. Үйінде қонақ болды. Дастарқан басында мұның шебер мал союшы екенін естігендер айттың қалған 2 күнінде де өздеріне шақырып, пышағын әбден сынады, әрі ең жақсы іске жұмсады. Адамдар алғыспен қоса қалтасына ақша салды. Құрбандыққа шалған малдың етінен ет те бөліп берді. Аз күннің ішінде үй ішінің әл-ауқаты оңалып өзгеріп қалды. Содан бұрынғы шебер пышағын ұстап отырып ойланды. Сен ғой, тот басып, пәлен жылдан бері аяқ астында жаттың. Мен сені іздемедім, мен бүліндім. Сені басқан тот мені де оңдырмай бас. Жүрегім қарайды, бар жақсы қасиетімнен айырылдым. Білген өнерімді де ұмыта бастаппын. Сені қалай тауып алып, таттан тазарттым, сол сәттен бастап сен пайда қастың. Адамдарға көп пайдаң тиді. Сенің арқаңда мен де жұрттан жақсы сөздер естідім. Мен түсіндім. Мен де тап сен сияқты іші сыртымдағы таттан тазалануым керек екен, деп адам дұрыс жолға қайтып оралды. Көп уақыт өтпей тұрмысы түзелді, байыды. Ел жұрт оны сыйлайтын, құрметтейтін болды. Хас шебердің қолына қайта оралған өткір пышақ осылай иесін жөнге салды. Түзу жолға түсуіне себеп болды. Кейде түзу жолдан адасып жүрген адамдарға біздің бір жылы сөзіміз, алмастай жарқ етпе қылығымыз керек болып тұрады. Жамандыққа жұмсалмайтын өткір пышақ та, жылы құшақта бола білейік.